Сәлем тыңдарман, сіздермен бірге қысқаша аудио подкаст және бүгінгі біздің тақырыбымыз кітаптар өмірді өзгертеді ме? Қазіргі жастарға арналған үздік кітаптар. Бүгін сіздермен бірге мен Талғат Амина және де тұлғатану кітаптарының авторы, педагог профилинтолог Рамбай Найзабек. Келгенге рахмет. Ең әуелі сізге қоятын сауалымыз, қалай ойлайсыз, кітаптар шын мәнінде адам өмірін өзгертеді ме? Сізге де көп рахмет, Амина ханым. Жалпы кітаптар адамның өмірін өзгерте ме? Өте бір гуманистік сұрақтардың бірі. Әлбетте, адамның өмірін кітап шынымен де өзгертеді. Өйткені әрбір автордың өзінің айтатын, жеткізгісі келетін бір ойлары бар. Сондықтан да кітап расында адамды өзгерте алатын бір құралдардың бірегейі. Өйткені кітаптың ішінде үлкен бір құндылықтар жасырылған. Мысалы, жеке өзіме келетін болсақ, кітапқа қызығушылықтың әсерінен менде пайда болған қабілеттердің бірі бұл жаза алу және де ойымды еркін жеткізе алу, орталарда еркін мүдірмей сөйлей алу деген секілді бір дағдылар осы кітаптың әсерінен пайда болған құбылыстар болады. Келсем, өйткені мен де айта аламын, кітап бұл кәдімгідей өзгертеді өміріңді. Мысалға, бұрында ойын дұрыс жеткізе алмайтын, немесе қате сөйлейтін, қате жазатын мен аз уақыттың ішінде кәдімгідей ойымды жүйелі түрде жеткізуге осы кітаптың көп септігі тиді. Әрине. Енді жалпы өзіңіздің ойыңызша жастарға бұл кітап қалай әсер етеді? Жастардың жалпы ойлауына, алдағы өміріне таңдаулар жасауына кітаптың әсері қандай деп ойлайсыз? Енді кітаптың әсері, сөзіміздің басымызда айтып кеткендей, пайдасы өте көп екенін айттық. Енді жастарға қалай әсер етеді? Жалпы кітап адамның миын қозғайтын үлкен бір күш. Қазіргі жастар шынымен де кітапқа қызығушылық танытса, міндетті түрде олардың милары өте қарқынды жұмыс жасайды. Сондықтан да кітапты дұрыстап оқу маңызды. КБТУ және де Фараби университетінің ұстазы бар, Арын Құнанбайұлы деген, сол кісі кітапты үшке бөледі. Жауыр кітаптар, тәуір кітаптар, ауыр кітаптар. Жауыр кітаптарға көбінде тек қана мотивацияға толы еңбектерді айтады, тәуір кітаптарға көркем әдебиетті, ал ауыр кітаптарға ғылыми еңбектерді жазады. Сондықтан да ол кісінің кеңесі бойынша бізге керек ең маңызды кітаптар көбінде тәуір мен ауыр кітаптар көбірек оқу. Солар адамның ойын қозғайды. Сондықтан да жастардың миына әсерін тигізетін бірден бір құрал бұл әрине кітап. Енді келесі, жалпы жастарға арналған үздік кітаптар сіздің ойыңызша топ 3 кітап. Жастарға ұсынар кітаптарымның бірі, бірінші кезекте бұл көркем әдебиеттегі 20 ғасырдағы классик жазушылардың кез келген туындысын оқыса болады. Мұхтар Мағауин болсын, Мұхтар Әуезов болсын. Одан кейін тұлғалық дамуға байланысты қазіргі замандағы біздің авторларымыздың Данияр Жігітбектің Лайфхактар кітабы, одан кейінгі жақын аралықта жарық көрген кітаптардың бірі бұл мамандықтың мәні. Осындай туындылар менің ойымша жастарға белгілі бір деңгейде өзінің әсерін тигізеді деп ойлаймын. Бүгінгі біздің қысқа подкастымыз өз аяғына жетті. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Тыңдармандар, айтатын кеңесім, қашанда кітап оқудан жалықпаңыздар, кітапты жақсы көріңіздер, кітапты сүйіңіздер және өмірлеріңізде кітаптың алар орны ерекше болсын.